қашпайсыңдар. Сахнада сөз айтуға саспайсыңдар. Сен баста деп отырсың бұл айтысты, қонаққа бір құшақты ашпайсыңдар. Жаңаөзеннен келіп тұрған ақын едім, ағайын тұлпарыңды тосқайсыңдар. Барлығын біздер бастап береміз ғой, Жәнібек сендер қашан бастайсыңдар ай. Айтыскер болғаннан соң дарынды адам, еліңе жырыңдысын арындаған. Ассалаумағалейкум Атырауым, көргеніме қуандым бәрің даман. Сөзге шешен шалдарың бар еді ғой, тынысы ешқашанда тарылмаған. Аналары шеркеш адай беріштердің қашаннан сақтап жүр ғой арымдаман. Бейбарыс сұлтанды сен тумағанда, бұл қазақ болар медау танылмаған. Исатай ереулатқа ер салғанда, айғатылған арыстандай арындаған. Шыншыл шайыр Махамбетті кім білмейді, қара түгіл қанға да жағынбаған. Поэзияның атанған падишасы, Фаризаңды жан жоғау сағынбаған. Қазақтың бартақыны атанды ғой, топырағыңда түлеген табылдағам. Хиуазың шынашақтай қыз болса да, жауына қызыл оттай жалындаған. Бергісі Қойшекеңмен Жәниб апам қамалы жауларына алынбаған. Ассалаумағалейкум Атырауым, ей, басынан батырлығы арылмаған. Армысың шеркеш адай беріштерім, бір Алладан басқаға бағынбаған ай. Ал айналайын Атырау, ал айналайын Атырау, мекені едің бектердің, ал бекіре жал бектердің. Ал табылды ағам айтқандай тұлғасы көбет бөктердің. Ал адай деген ұрудың Сүлеймендей бір ұлын еске алып бүгін жатырсаң, таңдайдан жырды төккенмін мен дағайын кеп тұрған. Жаңаөзеннен бет тұрған, Жаңаөзеннен бет тұрған баласымын ағайын сол адай деген тектелдің. Ал шапалақ соғып жіберсең, қошемет соғып жіберсең, тарихын айтып берейін, тарихын айтып берейін басымыздан өткеннің. Менің атам Өмірзақ Қалбайұлы ақының, еу таңдайдан жырын төккенмін. Ей сол кісіні бір кезде, ей көшіп келіп жатқанда, алақанында аялап, Ибрагимдей ағамыз еріне қызмет еткенмін. Сондықтан да ағайын жақсылықты дәл бүгін, жақсылықпен қайтарып, жырыммен егін еккенмін. Ал Сүлеймендей бір жұлдыз ерте кетіп өмірден, көр алмай кеттау көктемін, ай көр алмай кеттау көктемін. Ал атама құрмет көрсеткен ағамның бүгін ұлына жыр арнасам деп жеткенмін. Сүлеймендей інімнің топырағында әруағын бір аунатсам деп келдім ай. Ал білмейді Махамбеттей мекендігім, сол мекенде бір сәттік өтер күнім. Өткенде мен Алматыда айтысып ем, әй бірақ сапар болдау бекер мұным. Қаралы қаңтар жайлы шындықты айттым, билікке болмаған соң шекер тілім. Сол айтыс біткеннен соң барлық өңір көрсетті сенімінің секемдігін. Енді сені ешкім айтысқа шақырмас деп барлығы кер айналды нөкерлінің. Бірақ бүгін Атырауға жетіп келдім, көрсетіп рухымның бекемдігін. Қара түгіл қанға да тіке айтатын, білмейді қойшығылдай көкемдігім. Сол кісі қорықпастан шақыртқан соң, мақтаны шын мақтаныш жетем бүгін. Мен айтысқа шақырып дәлелдеді ол, ұрпағы Махамбеттің екендігін ай. Ау, ұйықтамаған кісідей түніменен, қорқып тұрған адамдай түріменен. Ей Жәнібек ағатай бері қара, жұп болдың Жаңаөзеннің ұлыменен. Мен деген көк бөрінің ұрпағымын, жарасын жазатұғын тіліменен.
Сен де қатай арлан қасқыр емессің бе, жемтігін жей салатын жілігімен. Бірақ аға, мен саған таңғап жүрмін, өмір сүрген жандайсың бүгінімен. Атыраудан басқа жерде айтыспайсың, айтыскер болсаң дағы білімі кең. Ауылыңда мықтымын деп айқайлайсың, түйені жұтатындай түгіменен. Бақада батпағында батыр болар, қарасақ табиғаттың ілімімен. Ауласында кімнің мықты болатынын өте жақсы білесің мұныменен. Сондықтан да қасқыр емес, мен өзіңді алабайға теңедім шыныменен. Ал астыңдағы столдың даусы шығып жатыр, Ағатай қос тізеңнің дірілінен. Ал інің солай бағаңды беріп отыр, Ағатай қалып қоймай еріп отыр. Аяғы дірілдемей қайтсын енді, ауласынан шықпайтын алабайдың қасына арлан қасқыр келіп отыр. Амандасып дүйім көппен, жұртыма әз басымды иіп жеткен. Ассалаумағалейкум ағайындар, шабытын шайырлардың жүйірлеткен. Арғынбек аманбысың, қош келіпсің, қылыштай қызыл тілін сүйірлеткен. 3-4 жыл есеңгіреп миындеттен, айтыстың осы басы биыл өткен. Қонақ деп сөздің басын бастатып ем, кісінің сөзін айттың кейін кеткен. Бұғасы жолаушының қабыл болар, арымдап жолы сұндым сыйым деп мен. Құшаққа өзіңді алып отқан Махамбет емес беді мейірлеткен. Әйтпесе қол бастаған беріштерге сөз бастау соншалықты қиын деп пен. Махамбет тарихы бай тамыр лелсің, алыптар алшаң басқан адыр белсің. Сарайшық санамызды сілкіндірер, қаншама ауысса да дәуірлершін. Далаңнан құт, сабаңнан сүт кетпеген, құйғаған қаршығаға тәлімгерсің. Балораз мәңгілікке сая тапқан, ақындық батырлықпен қадірлелсің. Батыстың төрт аймағын түгел жинап, бірлікпен берекеңіз тәуірленсін. Айтысқа жанашырлық жасап жатқан Ибрагим ағамызға тәңір берсін. Қазаға қайыр болсын айта келдік, дұғамды бағыштаған қабыл көрсін. Сүйікті Сүлейменің бақи бопты, бұйыртсын жәннат бақтан жарық жерсін. Ұлына айтыс жасап ат шаптырған, құлына Құдай өзі сабыр берсін. Қасыма кеп қалыптау арлан бөрі, қабамын қарап тұрмай қамдан деді. Азуы 6 қарыс болған менен, ай келмейді алабайға әлдер мені. Қайбір сенің қауқарың қалды дейсің, былтырғы жұттан аман қалған бөрі. Тіземіз сенен қорқып диреткен жоқ, көрейік күшің жетсе аудар мені. Ауыл ұзап айтысқа шықпайсың деп, алқымнан осы болдау алған жері. Ауылда жатып ақын болма деген бір жерде жазып қойған заң бар меді. Жамбылда 90 жаста топқа түскен, алашқа абыз болған таңдаулы еді. Не бары 36 жасқа келдім, алатын асуымның алдау көбі. Шығам ба шықпаймын ба өзім білем, қарағым онда сенің шаруаң не дау.
Арғынбек мен сияқты толық екен, онысын жақсылыққа жорып өтем. Атауы арғын болып басталғанмен адайдың Қосай деген бөлім екен. Есімің қалай сенің арғын болды, біздерге түсіндірші соны көкен. Қызығы елі бөтен, жері бөтен, арғынға неге сені теліді екен? Есіміңді қоярда әке шешең, ұлының қамын ерте жеді ме екен? Адайлар алай бұлай болып кетсе, арғынға өте салат деді ме екен? Кеттіңіз ғой заулайлағып, қара терге шомылдау маңдай жарық. Епкініңді баса қой айналайын, әйтпесе кетерсіңіз лаулай жанып. 5 минутта жібердің 4 қатені, ағатай сөндіңіз ғой жанбай жатып. Жіпке тізіп берейін, олай болса күн сәскесі арқаға алмай жатып. Елі бөтен, жері бөтен арғындар деп орта жүзді көріп отсың жаудай нағып. Бұқар мен Қазыбек би абай туған, арғындар да біле білсең таудай халық. Сонда соларды бөтен ел деп отырмысың, ағасы түсінбедім жағдайды түп. Мысалы сенің атың Жәнібек қой, жауды құрған қандық қырып қан қайнатып. Періштер саған төренің атын қойған, енді несін отырсың таңдай қағып. 300-ім бір-біріне есім қойса, біле білсең бұл не деген қандай бақыт. Жәнібек жырын солай жолдап тұрса, қырандай қос қанатын қомдап тұрса. Абай бұлай болса дейсің адайларды, қатеңді тағы інін оңдап тұрса. Адайлар алай бұлай бола қоймас, періштер осы жақта қолдап тұрса. Айтылса ауыздан сөз оқ кетеді, қорықсаң жанарыңнан шоқ кетеді. Ал 30 жылдық жемқорларды құртқан жоқ па, адай берішке жететін ел жоқ қотегі. Адайлар алай бұлай бола қоймас, сөзіңе осы жауап дөп кетеді. Керісінше адай берішке тиіскеннің көздері алай бұлай боп кетеді. Жәнібек шалдар салған көш көрерсіз, дәл мына бағытыңмен бос келерсіз. Махамбеттің ұрпағым деп қол бастаған, төріңде батыр сынып төс көрерсіз. Сөзді саған бастаттым қонақсың деп, сахнада жол беріп сахнада бөскенерсіз. Олай болса қазыларға ескертейік, атырау жөн білетін өскен елсіз. Жәнібектің қонаққа жол бергенін, мал беретін кезде де ескересіз. Ау, сөйлейсің арғы беттен, бергі беттен. Сенің айтқан сөзіңе сенді деппең. Атыраудан шықпасаң ел аралап, өміріңді айталман мәнді деп мен. Ер жігіт үйде туып түзді өлмей ме? Елге қызмет көрсетіп кең жүректен. Мысалы Мұстафа Шоқайларды еріккеннен Берлинде өлді деппең. Мысырдың даласында сұлтан болған танисың бейбарыстай ерді көптен. Ең болмаса Сүлейменнен үлгі алсаңшы, ұлтқа қызмет қылам деп терді төккен. Қазақ ұлтыма қызмет қылам қалайда деп, қазақтай шығарам деп елді көктен. Өздірік тұрған жер, туған жер деп білім алды. Қағар мен төрткүл елге, төрт дүниеге теңдік еткен. Одан соң мұхит асып кетті тағы, іліміз деп келем деп арғы беттен. Аз ғұмырын арнаған ел көрмекке, түзде өлу қалған жол деп ер жігіттен. Сен құсап Атырауда жатып алмай, ел үшін ет жүрегін ел жүреткен. Дәл осы қазақты танытам деп бүкіл елге қаршадай боп көздерін мөлдіреткен. Дәл осы ерлігінің арқасында дәл бүгін Сүлейменді ел жүреткен. Сен жүрсең Ақжайықтың жағасында әңгімеден аса алмай келді кеткен.
Сүлеймен көк мұхиттың ар жағында көктуын қазағымның желбіреткен ай. Ау Жәнібек елдің жайын жырлар деп әзілге бұрып кетті-ау жылдам кенет. Бір оқиға есіме түсіп отыр, айтайын болай болса тыңнан дерек. Ал ашылуы кезінде Дәулет нанның Сүлеймен көрініпті шыңнан бөлек. Анасы Райханның қасына кеп үн шықты Сүлеймендей ұлдан кенет. Нан бағасын арзандатып сатайық деп қарапайым халқына қылған көмек. Анасы таң қалыпты мұнысына, ұқсатып елді ойлайтын тұлғаң дерек. Байқаса қымбатшылық белең алды, шығуға әлі талай жылдар керек. Базарға бағасынан шошитын базарлардың ет пен сүт қымбаттады ұннан бөлек. Дүкендерге баруға да қорқып қалдық, 5-10 мың болмай қалды пұлдан көмек. Дәл қазір Сүлеймендер сау болғанда жалғыз өзі шығар меді мыңнан бөлек. Сондықтан қорқыныштан құтылтуға Құдайдан қорқатын құлдар керек. Дәл қазір қорқыныштан құтылтуға Құдайдан қорқатын құлдар керек. Үрейленбей жүру үшін бұл қоғамда Сүлеймендей ұлағатты ұлдар керек. Ау Сүлеймен ізденімпаз заңғар боп еді, бірақ жерлестері аңғал боп еді. Соның бірі қасымдағы Жәнібегім, қырандай қияшыңда самғар деп еді. Бар кәсібі асабалық қылу екен, өңіріне танылған тарлан боп еді. Ненің керек екенін білмей жүрміз, қандай жағдай шығады алдан кенет. Ел болам десең егер ертеңі бар, еңбек етсең береді Аллам көмек. Заводтар мен фабрикалар ашалмасақ болмайды егін мұнай малдан көмек. Дәл қазір тойлайтұғын заман емес, ойлайтұғын болашақты балдар керек. Ол үшін Жәнібектей асаба емес, еліме Сүлеймендей нарлар керек. Мерекені кредитпен сауа бермей, берекелі кәсібі барлар керек. Мейрамхана шарлайтын асап емес, наубайхана ашатын балдар керек. Арғынбек әр нәрсені тықпалауда, сөз зая деген расау ұқпағанға. Мысал қып есіміңді айтып едім, бегіңе арғында кеп жұптағанға. 100-ге руға бөліндің деп шықтың ғой, ештеңе таппағасын түк табанда. Адайға тиіскендер оңбайды деп сен үйтіп тікірейіп тікталар ма? Жемқорларды бір өзің жайпағандай аяқ асты халыққа тұтқа болма. От тұтанып кеткенде Оғландыдан 300-дің балалары шықты алаңға. Сүлеймен турасында дұрыс айттың, беттеген білім қуып нық қадамға. Асқар тауы ақ жолды нұсқағасын, қадамын арылтпаған құттан Алла. Мысалға Нарқұнанбай болмағанда, Ұлабай айналар мет мақтадамға. Келдібек болмағанда Қазыбек би, мойнына атан артар жүкталар ма? Ибрагимдей ағамыз болмағанда, Сүлеймен шетел асып сырт барар ма? Мен болсам жай шөпірдің баласымын, бары сол бұққанда да бұқпағанда. Жәнібек кінәлі емес шығар енді, әкесі бай әулеттен шықпағанға. Жіліктеп жіпке дізіп міндерімді, тығуға шеберсің ау тілдеріңді. Бастадым бал қоярда ескерің деп, шағыстырып отырсың кімге кімді. Ала жағың кеткендей асабада, қоймайсың отқамайды үрлеуіңді.
Арғынбек, ұмыттың ба күні кеше індеттен інге кірген күндеріңді? Енді есін жиып тойлатқан немене көп көрдің бе дүрмегімді? Той деген қазағымның қазынасы, сонымен бірлік бүтін ірге құмды. Ұмытпа сол қазақтың арқасында Арғынбек алшаң басып жүргеніңді ай. Анығым біледі ғой Алла расын, жұртымның жеткізейін зарын аласын. 30 жыл ұры қара жемқор жиі, халқының тартып жеді алдабасын. Май қымбат, етпенен сүт шекер қымбат, бас шайқап базар бәсін аңғарасын. Жанармай киім кешек бәрі қымбат, жарық су газыңды да жалғаласын. Шаруаға мал жаятын жайылым жоқ, байларға билік сатқан бардаласын. Осындай тығырыққа кеп тірелдік, хан орда қарашасын алдағасын. Мұнай мен шалқып өмір сүреміз деп, өзімізде өндіріс салмағасын. Ел дойлар ерлер келмей жоғарға, адымдап кете алмайды-ау алғалашым. Қайт осы дәулет нанға мың рахмет, көтермей ұстап тұрған нан бағасын. Тұрғызған мұнайы мен Астана дәу, Маңғыстау шартарапқа шашқан алау. Былтыр жаз жұттан малың қырылғанда, қол созған Астан емес басқа қалау. Сол кезде депутат ең әжеп тәуір, ойыңа келмеді ме масқаралау? Артына мұнайшы боп шыға келдің, қайланды дұрыс қой деп тасқа қаладау. Сен депутат бол, сен мұнайшы болғанда қас қылғандай, көтеріліс бұрқетті Қостананау. Қайда барсаң қорқыттың көлі болып, жолыңды біреу жауып тастағанау. Мұнайшы депутат боп тұрғаныңда, дегенді ойлап бедің ашқаламау. Енді келіп айтысты айдалшықтап, елім деп еңірейсің қасқа балау. Бұлайша сөйлеуіңе қарағанда, мұнайыңда сарқыла бастаған-ау. Ау Жәнібек, не деп кеттің қасқа балау? Жолыңды біреу бөгеп тастаған-ау. Көк мойнақтай көсілер меттеп отыр ек, адымын әлі дұрыс ашпаған-ау. Мұнайшы болғанымды сөз қылдың ба, бар ойың болып отса масқаралау. Ибрагимнің өзі де мұнайшы ғой, маңдайыңды ұрдың ғой тасқа балау. Мұнайшының тойына келіп тұрып, мұнайшыны сөз қылған қасқа балау. Мұнайың сарқылды ма деп отырсың, Ақмоладан жасаған Астана дәу. Ол мұнай сенің де мұнайың ғой, елімнің дамуына қосқан алау. Таусылса ол да сенің қайғың болар. Жәнібек оған бірақ саспаған-ау. Не айтып не қойдыңыз түсінбедік, сауатын әлі дұрыс ашпаған-ау. Қойшеке, біз айтысты тоқтатайық, тұлпарың алға қарай баспаған-ау. Мұнайыңның сарқылғаны ештеңе емес, Жәнібегің сарқыла бастаған-ау. Мұншама ұзақталар пенден еткен, енді қалай қарайсың елге бетпен? Құнанбайдай әкеміз болмаған соң, байдың ұлы біздермен тең бе деппең? Сонда сен Сүлейменнің жетістігін қуақша деп отырмысың желге кеткен? Мен саған бір оқиға айтайынша, хабардар болып отыр сендеректен. Сүлеймен айтып кеткен бір сөз бар еді, бұл күнде аңыз болып елге жеткен. Әкем құсап бәрін нөлден бастаймын деп, қандай жұмыс болса да қашпаймын деп, көрінген көк мойнақтай көмбе беттен. Дәулет нанды ашқанда жастайынан,
арысы бірте-бірте көлге жеткен, бетон завод ашқанда Атыраудан берекелі байлығы белден өткен. 1000 адамды жұмыспен қамтығанда ағалғыш жауған екен ерге көптен. Ай, Сүлеймен әруағыңнан айналайын, тарлығыш жасамайтын кең жүректен. Осыған тек 24 жыл арнап кеткен, қажыр қайрат көбеді сенден еткен. Сондықтан Жәнібек олай болса есте сақта, сәтіңде сұрақ қойып термелеткен. Әкесінің байлығына сенген жоғыл, жауабың осы болсын менде жеткен. Сүлеймен дайын асқа қасық болмай, өзі де тірісінде терлеп өткен. Әкесінің қаржысымен емес аға, өзінің қажырымен еңбек еткен. Шында көңіл шырқауды, таулар жоқ төбемізде бұл тауды. Толағай боп туылмады мәттең ай, Атырауға әкелермен бір тауды. Ерліктері айналмайтын елеске, Ереулатқа ерін салған егесте, Ереулатқа ерін салған егесте. Сүлейменнің өзі бір тау емес пе? Сыр бар еді сенің ғажап күлкіңде, ала деген тәтті емес пе кім-кімге? Сүлеймен жан естисің бе сен бізді? Әкең сені сағынып жүр бұл күнде. Қарап қойып өзің киген киімге, қайта айналып қосылар деп үйірге. Есігімнен еніп бір күн келерді, мамаң сені күтіп тұр ғой үйіңде. Сағындық қой сенің ғажап сөзіңді, сағындық қой мөлдіреген көзіңді. Көлігімен мен апарып тастайды деп, Хабдуллатан күтіп тұр ғой өзіңді. Ағаларың, апаларың жылайды, жылаған соң көздің жасын бұлайды. Ысқағының жаратқанға қол жайып, Сүлейменді тірілтші деп сұрайды. Жүруші едім көп кәсіпті ашам деп, әке жолын мен қалайда басам деп. Сәбир апаң әлі күнге күтіп жүр, сен үйленсең сникер шашам деп. Арғы өмірге кеткенің мен сезмейді, қайтып келер деп үмітті үзбейді. Маған келіп ақыл айтып тұрар деп, қарындасың Әминада іздейді. Ажал келіп айырған мен араны, туыстарың сенің білсем саналы. Сүлеймен жан тыныш қана жата бер, уақыт келсе бәрі саған барады. Сүлеймен жан тыныш қана жата бер, уақыт келсе бәрі саған барады. Қошаман бол Жәнібек дейіп бауырым, аман болсын Атыраудай ауылың. Махамбетті ел таныған батыр бол, жерге тимей жүре берсін жауырым. Төбешік боп жатқан мен ағайын, ұмытпасын Сүлеймендей тауылы. Төбешік боп жатқан мен ағайын, ұмытпасын Сүлеймендей тауылы. Бел шешкен біраз іске білім ұтқыр, деймісің Сүлеймендей ірілік қыл. Өшкен жаны бөлгенім тірілгендей, марқұмның рухы бүгін тіріліп тұр.
себеп оған жақсының атын жаяр, Алаштың ақындары бірігіп тұр. Қойшеге тоқтатайық деп қалдың ба, басшыға қазыдағы бұрылып бір. Ағайын көрдіңдер ғой Арғынбектің бірінші сарқылғаны білініп тұр. Сыймаған 5 күн жалған тарғаламға, еді ғой Сүлейменнің арман алда. Бесігі туған жерге құндақталып, есімі жаңғыруда сардаламда. Ортасы аспан жердің күңіренер, атанасы балам деп зарлағанда. Құдайда сүйген құлын сынайды екен, пендесін жақынымен жандаларда. Дәуіттің 30 ұлын бір күнде алған, жалаңаш қалдырғандай қар боранда. Артынан тақ Сүлеймен ұлды беріп, сыйлапты сүйіншісін әлгі адамға. Шияптың шаңырағында сүйіншілер, Шияптың шаңырағында сүйіншілер, аса қамқор рақымы тамған Алла. Орнына 30 ұлды тартып өтер, ортаңнан Сүлейменді алған Аллауға. Аулыңа ақындар кеп атпайлады, қалмасын шайырлардың шаппай бағы. Осымен қош есен бұл ағайындар, шабарек уақыт біраз қақпайлады. Арғынбек сен де аман бол, сен өсірген, аман болсын Маңғыстаудың тек таймағы. Артымнан арсалаңдап жүре берші, адайдың айтыстағы көк мойнақ ауай. Бәрекелді, осы ақынымызға бірастағы ықыласымызды көрсетіп жіберейік.